Аптасына 2 рет. Қашан қандай сыйлық бердің? Естіп тұрсың ғой мені, Жоқ. Жоқ! Бітті ба? Мә! Мен отағасы Жақсылық Бақытжан және отанасы Әйгерім. тоже Жақсылық. Маншик Мәметов атындағы гуманитарлық колледжде бірге оқыдық. Ағылшын факультетінде екеуміз қатар оқыдық. Тек Әйгерім түстен кейін оқыды да, мен азандай түстен кейін 2 смен оқыдым. Түске дейін өзімізбен түстен кейін күтіп жүрем. 2 смен 4 жыл оқып, бірге оқыдық. Сол жақтан ағылшын тіл мамандығын алып шықтық. Колледж бітіргеннен кейін бірден үйлендік, иә? Колледж бітіргеннен кейін 20 жасымызда үйленіп алдық. 12 жыл. 12 жыл. Мен өзім андай есімде жоқ, не шын айтсам. Бірінші классқа бардым деп айтады жұрттар. Мен әке-шешеме айтуы бойынша өте тәртіпті. Мен кішкентай кезімде ешқандай бұзықтық жасамаған. Сондай бол. Менің есімде тек 5-ші класстан бастап, 5-ші сыныптан бастап, мен 9-ші сыныпқа дейін жақсы оқыдым сабақты. 9-ші сыныпта колледжге түскенде шамалы құбылып барып, қайттан жақсы оқып кеттім. Бала кезімде ешқандай бұзық болып, ешкімнің мұрнын бұзып, басынан тепкен емеспін. Мен де бала кезімде өте сыпайы болдым. Тәртіпті бала болдым, мектепте үлгілі. 9-ші сыныпқа дейін үздік оқыдым. Енді білмеймін, бұзықтық жасаған кездерім болған жоқ. Өтірік бұзықтық жасаған, мына жерінде шырам бар. Неден деп сұрасам, машинаның телешкісіне жабысқан ғой. Мен жасаған жоқпын. Бұзықтық шығар енді ол. Өтірік айтып отыр. Бұзық болған негізі, өте бұзық болған. Мен қазіргі таңда 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап Абылайхан атындағы номер 140 қазақ орта мектебінде жұмыс жасаймын. Тәлімгер болып қабылдандым. Қазір сол мектептің орынбасарымын. Қазір қаладағы 278-ші ипподромда IT мектебінде ағылшын тіл пәні мұғалімімін. 5 жыл болды. Отбасына байланысты ба? Сен айтасың ба? Мен айта берейін дейді. Білмейтін бала сен айтасың ба деген ғой. Енді ондай бизнес ашу, бизнес қолынан келмейді мен. Бәр адам қолынан бизнес келмейді екен негізі. Андай бір грандиозный жоспар жоқ, сол отбасы аман болса деп. Қазақша жоспар ғой, бізге 30-ке шықсақ, үйді ремонттап алсақ деген жоспар бар. Үйді крупный ремонт керек, сондай жоспар бізге. Андай Дубайға бару, Стамбулға бару, жоспарлап қыспаққа ондай ештеңе. Келіншегім өзі жоспарлап, айтпай жоспарлайтын бар кейде. Жоспарлап жүрмес. Сізде жоспар жоқ па ондай? Ондай алдағы қойған жоспар жоқ, барлығы да жаймен күнделікті тіршілік. Қымыз жазып үйреніп қалған мұғаліміміз ғой біз. Күнде жоспар жазамыз біз, андай жылдық жоспар. Бір күндік. Иә, бір күндік жоспарымыз жазып оны сөйлереміз. Гүл бердім. Соңғы рет. 8-ші наурызда былтыр. Иә, 8-ші наурызда 14-ші ақпан ба? Сіздің қай мешітте болған? Бұл кезде бердім ба? 27-ші мартта. Гүл беріппін ол кезде де. Ой, бір жыл бұрын гүл беріппін, 27-ші наурызда. Жиі болғанда негізі басты сыйлық өзі деп ойлаймын бірінші. Сыйлық енді мерекелерде, атаулы күндерде аламыз. Үйленгенге дейін махаббат, үйленгеннен кейін түсіністік. Тілеймін. Ең бірінші сыйластық дедім. Бір-бірін сыйласа, барлығы да жөнді болады. Мама деймін? Мама деп айтамын ғой? Мама емес па? Мен келіншегімнің жиі сөйлесетін 3 адамы. Сіңілісі, өзінің туған. Сосын жұмысындағы Рита деген апайы, мен білетінім. Тағы кіммен сөйлеседі? Менің анам шығар сосын, өзімнің. Енесі. Иә, енесі. Ең ұнайтын қасиеті, Бақытжанның барлық қасиеті ұнайды. Барлығы да ер адамға тән қасиеттің барлығы бар. Турашылдығы ұнайды. Не қандай жағдай болса да, шындықты, ол мейлі қатты жақыны болсын, қатты бір досы болсын, тура ұнамаса, ұнамады дейді. Қолының ашықтығы. Сосын мейірімділік шығар, мен әке-шешеме қарап отырған. Жасырмаймын, қатты шаршаған кезде, түнімен жұмыс жасаған кезде жаймен бүйтіп түртіп жүреміз, қоя қойып. Күнде емес, аптасына 2 рет. Жоқ, өтірік айтты ғой арасында, жоқ қолдамайды. Кімнің кредиті бар? Кім көп қыдырады? Кім тез ренжиді?
Кім бірінші кешірім сұрайды? Кім тез ашуланады? Кім көп ұйықтайды? Үйде бастық кім? Ақшаны кім ұстайды үйде? Үйде кімнің қарызы көп? Ондай жоқ. қойшы кімді көрсеміз. Кімнің қарызы көп? Жоқ. Жақсы. Бала шаға. Бала шаға? Көзілдірік. Көз. Дірік. Көз. Дірік. Көз ба? Көзілдірік. Көз ба? Енді ағыры жоқса. Көз емес па? Facebook. Face. В. F. Фри. Facebook. Facebook. Ноутбук. Дұрыстап айтсай, аузың. Бүйтіп айтсай, шаш деп айтсай. Қазір көресің, айтасың. Facebook. Білмеймін әрі қарай кет. Бегемот. Бук. М. Бегемот. Қоқық. Құрт. Павлодар. Мавзолей. Көлік. Көл. Микрофон. Микрофон. Қалай тағайтшы? Микрофон. Бегемот. Компьютер. Ноутбук. Ноутбукты айта бердім ғой мен. Той. Сот. Келесі оқыш. Бітті ма? Кет. Бірінші сөз. Тақырбас. Сағыз. Тақырбас. Сағыз ба? Қара міне. Бірінші сөз әлі. Тақырбас. Сағыз ба? Я, молодец, сағыз. Күшті, келесі кетті. Жүншылық. Жүншылық. Түсін. Күшті. Бірден таптың. Қуыршақ. 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 Ой, молодец, осы жол таптың. Кеттік. Естіп тұрсың ғой мен, я? Жоқ. Жастық. 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 Айқайламайын мен. Картоп. Картоп. Қар. Топ. Картоп. Ой, молодец. Құдық. Құдық. Құрт. Қара міне. Ерлан. Бақытжан. Бастық. Молодец. Шымылдық. Өмір таппайсың. Шымылдық. Қымыз. Жастар орталығы. Кетті. Қуыршақ. Қуыршақ. Жираф. Раф. Аф. Не болды? Жираф. Жираф. Тасбақа. Тасбақа. Бақа. Шымкент. Қызылорда. Міне қара. Астана. Шемішке. Бәрін тапты. Молодец.